Amansız baba, kalınız kalay. Sizge konak bu tabii. Kızlardı ballardı aldım. Şaray Kalay kalay, kasimetsiz bal. Kasimes, Orada şahlayın. kile oyunlar. Kızlar, kile oyunlar. Amalarını kasına Aman sinir maşırakta. Aman sinir ma. Kaldarım kalayım. Ama sen sinir ma ye. Şarıklarım kile oyunlar. Aman sinir ma ye. Odra oyunlar. Körüyetinge. Balalar, aynalayın kızlarım. Men bugün bir şiit okup atır edim. Özümüzдің ұлттық құндылығымызды дәріптеу мақсатында. Ши деген қалай тоқылады? Ши дегеніміз өзен жағаларында қамыс өседі. Сол қамыстан мен кесіп алып келдім. Сөйтіп мына жіптерге тас байлап, сендерге осы ерте заманда қазақ халқы ши тоқыған. Әжелерінің әжелері ши тоқыған. Сол ши тоқуды мен сендерге үйретейін деп отырмын бүгін балалар. Әр тасты лақтыру арқылы, айқастыру арқылы біз ши тоқимыз. Бұл шиге біз киіз басамыз балалар. Сендердің әсем астарына төсейтін киіз басамыз. Ал енді балалар қыздарым сендерді тағы да бір ұлттық ертеден келе жатқан қамшы өру, қыздардың шашын өруін тағы да үйреткім келіп отыр балалар. Мынау жіптерді біз үшке бөліп алып, қыздардың шашын қалай тоқуды қыздар үйренеміз. Ал бұны біз үйренгенде әсемдікке, сұлулыққа сезіне біліп, біз өте әдемі қыз болып өсуді үйренеміз балалар. Қыздарым келе қойыңдар. Мынаның барлығын шашты бөлуге екіде бөліп алып айналайын келін. Мына қыздарға үйрет. Осы құндылықтардың барлығын сендерге үйрету мақсатында мен бүгін сендерді келеді екен деп күтіп отыр едім. Жақсы болды. Ал кәнекей, біз бірінші ши тоқуды үйрендік, енді мынау шаш өруді кәнекей үшке бөлдіңдер ме? Мына жіп арқылы, одан кейін сендер өздерінің шаштарыңды өріп үйренесіңдер, балалар? Кәнекей, ой жарайсың, келе ғой. Және үйреніп ал, келешек ұрпағымызға жеткізіп отасың. Ол қыздар үйренсе, одан кейінгі ұрпағымыз барлығы осы біздің халықтың дәстүрін, салт дәстүрін бойына сіңіріп өссін біздің ұрпағымыз деп балаларға осындай ұлттық құндылықтарымызды үйретіп, күнделікті осылар жұмыс жасасын келінім. Жарайды апа, құлағымызға қондырып алдық. Осы өсиеттен арқара жалғастыруға уәде беремін апа. Ой айналайын, өркенің өссін. Рахмет саған. Міне қыздарым да тегі шашты әдемі қылып өріп жатыр. Ендігі жолы ұлдарға да келіп, ұлдарға мен қамшы өруді үйретейін. Жарайды апа. Жарайды. Уақытымыз болса келуге біз қарсы болмаймыз. Жоқ, менің әрқашанда уақытым көп балалар. Осы ұлттық құндылығымды дәріптеуде мен еш уақытта жалықпаймын үйретуден.